Ассалаумағалейкум достар, бүгін сіздермен видео монтаж жайлы сабақтың кіріспесін бастайтын боламыз. Жалпы негізінде видео монтаж не үшін қажет? Мысалы, мен дәл осы саланы екіге бөліп қарастырамын. Мысалы, видео және монтаж. Жалпы бірінші, видео дегеніміз не? Видео дегеніміз адамдар өздерінің кейбір тұрмыс тіршілігінде болып жатқан нәрселерді өз камерасын алып, сол нәрсені видеоға түсірулері, және де өмірде кез келген нәрсені видео арқылы адамдар бір-біріне жеткізе алады, және бұл өте қолайлы. Қазіргі таңда қалтадағы смартфондардың өзінің видеосының качествосы өте әдемі. Адамдар видеоны түсіруде көптеген мақсатты пайдаланады. Мысалы, біреу өзінің жастық шағын немесе қуанышты сәттерін видеоға түсіру мүмкін, ал біреу болса өзінің жеке бизнестерін сату мақсатында және де көптеген мақсаттарда адамдар видео түсіруді пайдаланады. Ал монтажға келетін болса, адамдар түсірген нәрселерін монтаж дейді. Яғни бір ғана видеоны бір-біріне қосып, оның арасына эффект, музыка, сол сияқты түрлі түсті переходтарды қосу арқылы бұл жерде видео монтаж пайда болады. Яғни видео және монтаж бір-біріне қосылған сәтте ортада үлкен бір контент пайда болады. Адамдар бұл арқылы ақша істейді. Ал кейбіреулер болса, жай ғана өзі үшін естелік қылып, өзінің өміріндегі қуанышты сәттерін видеоға салып, монтаж істеп, естелік ретінде қалдырады. Ал қазіргі таңда көпшілік адамдар видео монтаждың арқасында көптеген ақша істеп жатыр. Сіздер де дәл осыны істей аласыздар. Бүгін біз видео монтажға кіріспе жасадық. Ал келесі сабақта біз CapCut бағдарламасын нөлден бастап ашатын боламыз. Осындай видеоны жоғалтып алмау үшін арнаға тіркеліңіздер, және де осы видеоны, видео монтажды үйренем деп жүрген адамдарға таратыңыздар. Қош сау сәлемет болыңыздар.